Assalamualaikum құрметті көрермендер. Бүгін жұмыстан шығып, біраз темір іздеп келейін деп. Ана жақтан бір жақсы сигнал, қазір арқат қазып отырмын. Және мына жерде арматура андай бетонның ішінде. Соны бұзып отырмын. Қазір бұзып шығарып алайын. Және ана жерден де не тапқанымызды көрсетем. Мынаны шығарып алайын кез. Жерден швелер шықты. Мынандай. Қазір көрсетем жаңағы арматура. Мынау арматурамыз жаңағы бетондан қағып алдым. Тағы не бар? Және мынау күннің астындағы қаптада металлоискатель. Күннің астында онда үйде тұрған ғой, терезеден күн түсіп. Мынау катушкасы балқып кетіп. Және мына жақта управлениясы да балқып кетіп мына жерлер. Пластмасс нәзік екен, ыстыққа қатты шыдамайды екен. Кеше бүгін бізде қатты ыстық болды. Сол балконда терезенің жанында қақып қалған ғой. Соны осындай болып кетіпті. Пальцы тауып алдық. Верховой. Үстінде жатыр екен, кішкене ашон күрекпен теуіп қайбет. Шықты. Ары қарай кеттік. Біз мына тұста шарлап біттік. Бұл жерден тапқанымыз сол. Мынандай арматуралар жаңа бетоннан сындырып алған. Мынандай швелердің сынығы ма, кесігі ма, жартысы. Мынандай арматуралар. Және мынау жіңішке арматура. Мынандай сетка. Где-то бір 10-15 килограмм шығар. Қазір ары қарай көреміз. Біз қазір мынау жолдың жағасын қазып отырмыз. Қазір ар жақтарды барып көретін боламыз. Қайырлы күн құрметті көрермендер. Бүгін бізде екінші бөлім болғанда кеше біраз терді, қараңғы болып кетті. Бүгін мен қазір жұмыстан шықтым. Енді мына жерде алма жеп отырсам, мынандай бір угольник жердің астында көзін шалып қалды жаңа. Потом тағы не? Тағы бірдеңе көрген. Міне. Мынандай мясорубканы. Кім екен бірдеңе мынау бір шайба, тесік. Мына жерде шұңқыр болған, соны көктемде кеп көмген. Мынандай бетондар бар ана жақта, проволокалар, шестерка. Сон тағы не бар мына жерде? Мынандай бар. Мына жақта металлоискательмен немен қарайын десең. Жан-жағында үйлер. Мына жерде, янда колледж. Мен кішкене ыңғайсыз мына жерде қараған. Мына жерде проволока медный. Медный проволока. Қазір бұны тексеріп көретін боламыз. Мүмкін іші темір болуы да мүмкін. Іші темір болмаса жақсы табыс. Біз мен анау жерлерге барып металлоискательді қосып қайттан қосылым. Мына жердегі трансляция осымен аяқталды. Мына проволока бізде таза мед екен. Көріп отырсаңыздар жабыспайды. Сондай таза мед. Және ана жерде кішкентай проволокалар бар өртеуге. Қалтамда да біраз бар. Мынандай бағана келе жатып тауып алған проволокалар. Металлоискатель жатқан жерден бір сигнал шықты. Соны күректі алуға келсем, мына жерде мынандай ескі шелек. Қатты шірімеген. Қаңылтыр саламыз. Мынандай жестенкі. Қазір сигналды көрейін барып. Может алюминиевый банка, может темір жақсы. Мына жерден шықты сигнал. Мынандай қаңылтыр. Ана өзінің басы алдыңғы видеода көрсеңіздер майысып қалған болған. Алдыңғы видео деп тұрмын ғой. Осы видео алдында кеше. Соны түнде жасадым. Мынандай коробка орақ қойған. Чувствительность қатты болып кетті. Қатты сезіп жүргенсіз. Мен жаңағы жерден кетіп қалдым. Өйткені ол жақта адам
көп болды да, арда берде өтіп дұрыс жұмыс істетпеді. Мына жерден бірінші алғашқы сигнал. Негізі біраз жүрдім анау машинеден. Былай айналып келдім, сигнал болған жоқ. Мында алғашқы сигнал. Және мына пластинаны жаңа жолдың үстінен тауып алдым. Верховой. Мынау пойыздың башмағы кішкентай. Қазір аяқ тексеріп берем, болмаса ары жүрем тағы. Мына жерден де кетейін деп жатырмын қазір. Өйткені темір жоқ, единственный сигнал мынау болды. Башмак. Және мыналар верховой үстінен табылған. Арасында технический алюмин бар мынандай. Мынандай вилканың ба қасықтың сынығы бар. Тростарды қазір сындырып көрем, сынса бұларды талып кетем. Мына екеуін іздеп бағанан бері жоқ болдым. Ана аяқтың бәрін айналып келдім. Былай. Тура мына жинаған темірлердің жанында жатыр екен. 10 минут осыны іздеумен өтті. Біз бұйыртса приемкаға келдік. Қазір көреміз қанша болатын. Біз бұйыртса өткізіп болдық. Приемкадан қазір машина шықсын. Сосын бізде шығамыз. 20 келі болды, 2 күн жұмыстан кейін жинадық. Жарты сағаттан жаман емес. Видеоны лайк басып арнаға тіркеліп комментарий қалдырып кетіңіздер. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Аманшылықта жолығайық.